Сәлем достар, привет друзья, мерхаба arkadaşlar, каналыма қош келдіңіздер. Мен Айнұр. Бүгін мен сіздермен үнді қыздарының ұзын кірпік пен қалың қасты өсіруге арналған туш және тоник құпиясымен бөліскім келіп отыр. Менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Бастау үшін 1 шай қасық кокос майын алыңыз. Кокос майы кірпіктердің қастардың фолликуласына оңай еніп нығайтады, шаштың түсуін болдырмайды және олардың өсуін ынталандырады. Кокос майы саңырауқұлаққа және бактерияға қарсы қасиеттері қабақтардағы патогендердің дамуына жол бермейді. Бір шай қасық кастор майын қосыңыз. Кастор майы кірпіктерді және дерманы ылғалдандырады, кірпіктер мен қастардың шамдарын нәрлендіреді, шаштарды тегістейді және оларға тамаша әсер береді, шаштың түсуін тоқтатуға көмектеседі. Майдың тұтқырлығына байланысты кірпіктердің құрылымы қалпына келеді. Егер сіз тушты үнемі қолдансаңыз, ол табиғи кірпіктерді қалың салон кірпіктеріне ұқсатады. Композицияны жақсылап араластырамыз. Соңында 1 шай қасық какао ұнтағын немесе ағаш көмірінің тозын қара шаш үшін қосыңыз. Какао ұнтағының құрамында А, Е, Д дәрумендері және лецитин болғандықтан шаштар күшейіп, түсуін тоқтатады. Жақсылап араластырамыз. Кірпік пен қасқа арналған тушты 1 ай бойы күнделікті қолданыңыз. Жақсы әсерді тұрақты процедуралар арқылы қол жеткізуге болады. Қас щеткасының көмегімен кірпіктердің және қастардың бүкіл ұзындығына біркелкі туш жағыңыз. Кірпіктердің және қастардың өсуін белсенді ынталандыру үшін тушты күні бойы қолдануға болады. Мен кремді құрылымда алу үшін аздап кастор майын қостым. Тушты қолданбас бұрын аллергиялық реакцияның бар жоғын тексеріңіз. Қолайлы контейнерге құйыңыз, тушты салқын жерде сақтаңыз. Екінші рецепт үшін бізге 2 ас қасық жаңа қайнатылған қара шай қажет. Ежелгі заманнан бері қара шай кірпіктердің сыртқы түрін жақсартуға, оларды нығайтуға және өсуін тездетуге арналған халықтық ем ретінде қолданылған. Сондай-ақ 2 ас қасық жаңа қайнатылған күшті кофе қосыңыз. Кофедегі никотин қышқылы шаштың өсуіне ықпал етеді, сонымен қатар шаштың түсуіне қарсы көмектеседі. Қара шай мен кофе қымбат процедураларды алмастыра отырып, кірпіктерді керемет нәрлендіреді және нығайтады. Күн сайын таңертең қастарыңыз бен кірпіктеріңізді осы тоникпен сүртіңіз. Бұл олардың өсуін тездетеді, оларды жұмсақ және қалың етеді. Енді сіз үнді қыздарының ұзын кірпіктер мен қалың қастарының құпиясын білесіз. Табиғи өнімдерде жасанды химиялық заттар жоқ және тамаша балама болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Достар, бұл видеомен достарыңызбен бөлісіңіздер, пікір қалдырыңыздар, жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлығыңызға сәттілік және сау болыңыздар. Пока-пока, hoşça kalın arkadaşlar.